Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз бүйректің пальпациясы және перкуссиясы. Бүйректің пальпациясы Боткина және Образцов Саржевская әдісімен орындалады. Бүйрек пальпациясы беймануальді жүргізілетін әдіс, яғни қос қолымызбен жүргіземіз. Анықтау әдісі біз сол қолымыздың алақан науқасының бел тұсына орналастырып, оң қолымызды науқастың оң қабырға доғасының астына және тік бұлшықетінің қырының қиылысына орналастырып, қатпарды жоғары қарай жинап аламыз да науқасқа терең тыныс алуын сұраймыз. Терең тыныс шығаруын сұраймыз. Сол кезде қолымызды енгіземіз, бір-біріне жақындатамыз және науқастың терең тыныс алуын сұраймыз. Осы кезде бүйректі іздейміз. Сол бүйректі анықтау әдісі, яғни біз сол қол алақанымызды сол бел тұсына орналастырып, оң қолымызды науқастың сол қабырға доғасымен тік бұлшықетінің шетінің қиылысына орналастырып, жоғары қарай қатпар жинаймыз және науқастың терең тыныс алуын сұраймыз. Тыныс шығаруын сұраймыз. Осы кезде қолымызды енгізіп, бір-біріне жақындатамыз және тыныс алуын сұраймыз. Осы кезде пальпация әдісімен науқастың бүйрегін іздейміз. Қалыпты жағдайда бүйрек пальпацияланбайды, тек патологиялық жағдайларда, яғни бүйректің үлкеюі немесе бүйректің ісіктері кезінде және нефроптоз кезінде анықталуы мүмкін. Бүйректің перкуссиясы Пастернацкий әдісімен жүргізіледі. Бүйректің перкуссиясы Пастернацкий әдісімен немесе ұрғылау, соққылау әдісімен жүзеге асады. Анықтау әдісіміз, біз сол қолымызды науқастың 10 және 12 қабырға араларына қоямыз да, оң қолымыздың алақанның қырымен ұрғылау жүргіземіз. Ауыр сезім бар ма науқас? Жоқ. Екінші бүйрек дәл сол әдіспен. Ауырсыну бар ма? Жоқ. Пастернацкий симптомы теріс. Оң болған жағдайда сәйкесінше ауыр сезім пайда болады. Бүгінгі кішігірім тақырыбымыз түсінікті болды деген ойдамын. Назар аударғандарыңызға рахмет. Каналымызға тіркеліп кетіңіздер.